Құрметті қазақстандықтар, Ауыл партиясы іргелі саяси ұйым. Біздің партия мемлекеттік бюджеттен көк тиын алмайды. Біз соңғы жылдары 2 рет президент сайлауына қатыстық. 3-ші рет парламент мәжілісінің сайлауына қатысып отырмыз. Қатарымызда елім, жерім сүйетін нағыз патриот азаматтар біріккен. Менің артымда тау қопыратын қуаты бар мыңдаған жастар тұр. Мен солардың сенімін арқылап келіп отырмын. Біздің партия барлық аудандар мен қалаларда тұрақты жұмыс жасауда. Атап айтқанда 20 өңірде филиалдарымыз, 1200-ден астам бастауыш партия ұйымдарымыз бар. Республика бойынша мүшелеріміз 300 мыңнан астам. Өткен сайлауда 237 партиялық әріптестеріміз барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары атанып, тағы 35 партия мүшесі ауыл әкімдері болып сайланды. Бұл халықтың сенімін көрсетеді. Осы сайлаудағы нәтижеміздің одан да жоғары болатынында сенімдіміз. Партияның позициясы айқын. Ол қоғамдағы негізгі саяси күшке айналу. Парламент мәжілісіне өтіп, мемлекетімізде іс жүзінде орныққан бір партиялық жүйені өзгерту. Ауыл партиясының негізгі саяси курсы азық-түлік қауіпсіздігіне және дамыған ауылдың аймақтарға негізделген халқының әл-ауқаты жоғары қуатты Қазақстан құру. Ауыл партиясы сөздің емес, нақты істің партиясы. Біз өз мүмкіндіктерімізді пайдалана отырып, ауылдық аймақтарға шарапаттарымызды тигізіп жүрген азаматтарымыз. Оған халық куә. Біз кейбір партиялар сияқты үкіметтің жасаған істерін және жасайтын істерін өзімізге таға алмаймыз. Біз мықты еңбек адамына сай жұмыс жасаймыз. Мәжіліске өткенде тиісті заңнамаларды қабылдап, әділ жұмыс атқаруға дайынбыз.